Assalamu алейкум, құрметті мұсылман жұртшылық. Бүгін фиқ сабағынан 29-ші сабақты жалғастырамыз. 29-ші сабағымызда намаздың өтір намазы мәселесіне келіп тоқтадық. Бұл Нур-и-Дах кітабынан имам Хасан бин Аммар аш-Шурумбули шейхі тиесілі кітап. Ол кісі айтады: «Әл-уитру уәжіб». Өтір намазы бізде уәжіп болып табылады дейді. «Вахуа саласа ракаат битаслима». Бұл намаз 3 ракаттан тұрады, соңында бір ғана сәлем береміз. Яғни 2 ракаттан кейін сәлем бермейміз дейді. 3-ші ракаттан кейін ғана 2 жаққа сәлем береміз деп айтып жатыр. «Ваяқрау фи кулли ракаат минхул фатиха ва сура». Әр ракатында фатихамен қоса зәм сүре оқылады дейді. «Ваяджлису аля расил улаян минху». Алғашқы 2 ракатта ат-тахиятқа отырамыз дейді. Ол жерде тек қана ат-тахият дұғасымен шектелеміз, салауатты айтпаймыз. 3-ші ракатқа тұрған кезде біз сана дұғасын оқымаймыз дейді. Егер 3-ші ракаттың қирағатын бітірсек, онда не істейді? Адам қолын көтеріп тәкбір алады дейді. Қолын құлағына тұсына көтеріп тәкбір алады дейді. Сосын тұрған күйі рүкуден бұрын құнт дұғасы оқылады. Осылай істеу жылдың барлық кезінде осылай істелінеді дейді. Құнт дұғасы бізде өтір намаздан басқа жерде оқылмайды екен. Құнттың мағынасы дұға деген сөз дейді. Ол қай дұға десе: «Аллахумма инна настаинука ва настахдика ва настағфирука ва натубу илейка ва ну'мину бика ва натаваккалу алейка ва нуфни алейка ал-хайра куллаху нашкурука ва ла накфурук ва нахлa'у ва натруку ман яфджурук. Аллахумма ияка нa'буду ва лака нусалли ва насджуду ва илейка нас'a ва нахфиду нарджу рахматака ва нахша азабак. Инна азабака ал-джадда бил-куффари мулхиқ. Ва саллаллаху аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва саллим». Міне осылай құнт дұғасы оқылады екен. «Вал-муътам яқрa'ул құнут кал-имам». Ұйыған адам имам сияқты құнт дұғасын оқиды. Яғни жамағатпен оқылған кезде. وإذا شرع الإمام في الدعاء بعدما تقدم. Енді осы айтылған дұғаны оқығаннан кейін имам дұғаны жалғастырса не істейді дейді. Имам Абу Юсуф айтады: «Ютабиунаху ва яқрауна ма'ху». Ары қарай жамағатта имамға ілесіп жалғастырып бірге оқиды дейді. Имам Мұхаммед айтады: ары қарай жалғастырмайды, бәлкім әмин деп тұрады дейді. Ол қайсы дұға десе, кейінгі жаңағыдегі жалғастыратын дұғасы: «Аллахумма ахдина бифадлика фи ман хадайт, ва афина фи ман афайт, ва таваллана фи ман таваллайт, ва барик лана фи ма а'тайт, ва қина шарра ма қадайт, иннака тақди ва ла юқта алейк, иннака ла язиллу ман валайт, ва ла я'иззу ман адайт, табаракта раббана ва та'алайт, ва саллаллаху аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва салим» деген дұға екен. Ал енді кім дұғаны жаттамаған болса құнт дұғасын, «Аллахумма гфирли» деп 3 рет айтса жеткілікті дейді. Немесе «Раббана атина» дұғасын айтса болады дейді. Немесе «Я Раб, Я Раб, Я Раб» деп, «Ей Раббым, Ей Раббым» деп арабша 3 рет айтады дейді. «Ваиза ихтада биман яқнуту фил фаджр, қама ма'аху фи құнутихи сакитан фил азхар». Ал енді таң намазында біреу, басқа мазхабқа сай құнт дұғасын оқып жатса, Ханафи мазхабының адамы ол жерде үндемей тұрады дейді. Және қолын 2 жанына жібереді дейді. Ендігі мәселе, егер құнтты өтір намазында оқыса, өтір намазында былайша айтқанда оқуды ұмытып кетсе, және рүкуде есіне түсірсе дейді. Рүкуде немесе рүкуден тұрған кезде
құнтұғасын оқымаған есіне түссе, құнтұғасын оқымайды дейді. Басын көтергеннен кейін құнтұғасын оқитын болса, рүкуді қайттан жасамайды дейді. Рүкуден басын көтергеннен кейін құнтұғасын оқыса, рүкуді қайттан жасамайды, және сәху сәждесін жасайтын болады намазың соңында дейді. Неге? Өйткені құнтұғасын өзінің орнынан кештірген үшін дейді. Имам құнтұғасын оқып болып рүкуге кетіп қалды. Ал енді ұйыған жамағат құнтұғасын әлі оқып үлгерген жоқ дейді. Немесе бастаған жоқ, ол не істеді? Имам рүкуге кетіп қалды дейді. Сол кезде егер имамның рүкуіне үлгере алмай қалам десе, бірден рүкуге ілесіп кету керек дейді. Ал енді үлгерем десе, жаңағыдегі құнтұғасын рүкуге бармай тұрып өзі оқу керек дейді. Валау адракал имам фир рукуъ ас-салиса. Егер имамға ұйыған кезде, өтір мағриб намазының оқып жатқан кезде, имамға ұйыған кезде, үшінші рәкат болып, үшінші рәкатта имам рүкуде тұрған болса, сол рүкуге үлгерсе дейді, онда артынан өзі өтейтін намазда құнтұғасын оқымайды дейді. Яғни үшінші рәкатқа үлгерді деген сөз шықса, демек құнтұғасына да үлгерді деген үкім шығады дейді. Бізде құнтұғасын жамағатпен оқу Рамазанда ғана рұқсат екен. Рамазанда жамағатпен үтірді оқу жеке оққаннан қарағанда сауаптырақ болып табылады екен. Жеке оққанда, мысалы, түннің соңғы бөлігінде оққаннан қарағанда жамағатпен оққаны сауаптырақ дейді. Осы көзқарасты имам Қадихан дұрыс деп келтірген дейді. Міне үтір намазына байланысты осы үкімдер екен. Енді нәпіл намаздарға қатысты үкімдер. Бізде нәпіл намазы, нәпіл дейміз бекітілген сүннет, бекітілмеген сүннет дейді. Сондай сүннет намаздар екіге бөлінеді. Негізгі бекітілген сүннет бұл парыздардың алдында артында оқылатын арнайы, рауатиб деп айтылады, сүннеттер, және бекітілмеген сүннеттер. Және жалпы нәпілге жататын намаздар. Бекітілген сүннеттің намаздары қайсысы десе, ол пайғамбарымыздың хадисінде айтылған, қайбір адам күніне 12 рәкат намазға әдетті айландыратын болса, намазды бекем болатын болса, оған жәннаттан үй салынады дейді. Пайғамбарымыз үзбей істеген осы 12 рәкат бекітілген сүннеттер қайсы десе, таңнан алдын 2 рәкат сүннет бекітілген дейді. Және 5-нен кейін 2 рәкат сүннет бекітілген дейді. Яғни 2 рәкаттықтарды бірінші айтып шығып жатыр. Вабадал мағриб, вабадал иша. Ақшамнан кейін және құптаннан кейін 2 рәкат сүннеттер бекітілген, және 5-нен алдын 4 рәкат сүннет бекітілген дейді. Міне осымен 12 рәкат болады екен. Ал енді 5-нен кейін, мысалы, 2 рәкат сүннеттен кейін және 2 рәкат мұстахаб бекітілмеген сүннетті оқу, бұл мұстахаб болады. Бекітілмеген сүннет, бірақ мұстахаб. Пайғамбарымыздың айтқан хадисінде, қайбір адам 5-нен кейін 4 рәкат намазға әдеттенетін болса, яғни 2 рәкат бекітілген сүннет және 2 рәкат бекітілмеген сүннетті оқитын болса, ол адамға тозақ харам болады деген хадисі бар екен. Енді және бекітілген сүннеттердің жалғасы жұмадан бұрын және жұмадан кейін 4 рәкат намаз оқу, бір сәлеммен. Яғни 4 рәкаттан кейін ғана сәлем беріп, намазын бітіру сүннет болып табылады бекітілген дейді. Яғни 5-нен жұмадан бұрын 4 рәкаттық намаз оқимыз, жұмадан кейін 4 рәкаттық намаз оқимыз. Ал енді мәндүб намаздар, бекітілмеген намаздар қатарына қайсы жатады десе, асырдан бұрын 4 рәкат, құптаннан бұрын 4 рәкат, құптаннан кейін 4 рәкат, және ақшамнан кейін 6 рәкат ауабин намаз дейді. Енді уаяқтасыр фил жулусил ауал мин рубаиятил муаккада ала ташаххуд. Бекітілген сүннеттерде 4 рәкаттық намаздарда алғашқы отырыста ат-тахиятты ғана оқиды, салауатты айтпайды дейді. Және 3-ші рәкатқа тұрған кезде
сана дұғасын оқымайды дейді. Ал енді мәндүп бекітілмеген сүннеттерде аттахияттан кейін, алғашқы отырыстың аттахиятынан кейін салауат оқиды, үшінші ракатқа тұрған кезде сана дұғасын оқиды дейді. Бұл Ханафи мазхабының бертінді ғалымдарының көзқарасы таңдауы. Ал ілгері Ханафи мутақаддим дейді, алғашқы өткен ғалымдар Ханафи мазхабының бекітілген сүннет пен бекітілмеген сүннет намаз көрінісі бірдей деп үкім берген екен. Демек, адам бұл екі дұрыс деген көзқарастың біреуін таңдауына құқығы бар. Егер нәпіл намазды, бекітілмеген сүннет намазын 2 ракаттан көп оқып, 4 ракат, 6 ракат оқып, мысалы, соңында ғана отыратын болса, 2 ракаттан кейін отырмай, соңында ғана отыратын болса, истихсан бойынша бұл намазы дұрыс дейді. Өйткені бәрі бір намазға айналды дейді. Оның парызы соңғы отырыс қана дейді. Енді келесі мәселе, күндізгі намазда бір сәлеммен, яғни бір ақ екі жаққа сәлем беру намазы 4 ракаттан аспауы керек дейді. 4 ракаттан асса мәкрух болады дейді. Және түнгі намазда 8 ракатты бір сәлеммен оқуға болады, одан асса мәкрух болады дейді. Бір сәлем дегеніміз, яғни соңында ғана екі жаққа сәлем беруді айтамыз. Имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша күндізгі түнгі намаздарда ең абзалы 4 ракат қылып оқу дейді. Ал енді екі шәкірттің көзқарасында түнгі намаздарда 4 ракаттық емес, 2 ракаттан оқығаны абзал дейді. Міне осы көзқарас мазхабтың көзқарасы болып есептелінді. Ал енді түнгі намаздар күндізгі нәпіл намаздардан абзалырақ болады, және қиямда, қирағатта, яғни Құранды, намазды көбірек оқу, сәжде көбірек болғаннан сауаптырақ болып есептелінеді екен. Енді сәлем намазы, дұға намазы, түнгі намаздарды айтып өтсек. Сәлем намазы бізде отырғаннан бұрын 2 ракат сәлем намазын оқу мешітке кірген кезде жаңағыдегі сүннет болады дейді. Яғни мұстахаб болады деп айтылады. Ал енді отырып қойса, сәлем намазы мойнынан адамның түспейді екен, біздің Ханафи мазхабында. Бірақ отырмай оққаны жақсырақ дейді. Ва адаул фард янубу анха. Мешітке кіріп келген кезде, мысалы, парыз басталып кетсе, бірден парызға кіріп кетсе, ол сәлем намазының орнын басып кетеді дейді. Мешітке кіріп қалған кезде бекітілген сүннетті, мысалы, бесіннің алғашқы бекітілген сүннетін оқса, ол да сәлем намазының орнынан өтелініп кетеді дейді. Яғни бесіннің намазының сүннеті деп ниет етеміз, сонымен қоса сәлем намазы өтелініп кетеді екен. Сәлем намазына арнайы ниет етпейміз. Демек, мешітке кіргендегі оқылған алғашқы намаз, ол сәлем намазының есебінде кетіп қалады дейді. Ол, мысалы, парыз болуы мүмкін, ол сүннет болуы мүмкін, бекітілген, бекітілмеген сүннет болуы мүмкін. Вакул салатин аддаха инда духул биля нияти тахия. Демек, мешітке кіргенде сәлем намазын ниет етпей, кез келген басқа бір намазды оқса, ол бәрі сәлем намазының есесінен, атынан немесе сәлем намазы болып есептеліп кетеді дейді. Ванудиба ракатайн бадал удо қабла жафафи. Сол сияқты дәрет намазы да мәндүп болды дейді. Яғни денең құрғамай тұрып, 2 ракат намаз оқу дәреттен кейін. Бұл да мәндүп намаз дейді. Ва арбаан фасадан фид духа дейді. Духа намазында 4 ракат одан да көп намаз оқуың мұстахаб болады дейді. Енді осы духа мәселесінде духа мен ишрақтың не айырмашылығы бар деп сұрап жататындар бар. Ишрақ дегеніміз, ишрақ намазы бар екен. Оның арнайы 3 шарты бар. Бірінші шарты жаңағыдегі таң намазын жамағатпен оқуың, және мешітте отыруың, жаңағыдегі пайдалы іспен айналысып, және күн шыққаннан кейін 30 минуттан кейін 2 ракат намаз оқуың. Яғни духа намазын оқуың, кіре салып. Міне осы 3 шарт орындалса, сол адам ишрақ намазын оққан болады. Ишрақ намазы ол қандай ерекшелігі бар десе, пайғамбардың хадисінде
Кайбір адам жаңағыдегі дәретін жақсылап алып, сол намазын оқып, мешітте күтіп намаз оқып шығатын болса, уақыт кірген кезде, оған умра мен қажылықтың толықтай сауабы берілді дейді. Демек, ишра мен дұханың ұқсастығы екеуінің алғашқы уақыты бірдей. Бірақ дұхада жоғарыда айтылған 3 шарт қойылмайды. Дұха намазы үйде де оқысаң, ол дұха болып кете береді. Яғни күн шыққаннан кейін жарты сағаттан басталып, 5-ге 40 минут қалғанға дейін жалғасады дұха уақыты. Енді ванудиба салатул лейл ва салатул истихара. Түнгі намазда мәндүп болды, тахаджуд бар, түнде оқылатын намаздар. Және истихара намазда бір істі бастаған кезде қажет намазда, яғни қажетің бір туындаған кезде қажет намазын оқып дұғасын жасауың мәндүп болады дейді. Және соңғы Рамазанның 10 күнін ұйықтамай өткізуде мәндүп болады дейді. Сол сияқты айттың 2 түнін күту және Зилхиджа, Ашр Зилхиджа, Зилхиджаның 10-ші түндерін күту не болады? Мәндүп болады дейді. Валайлат нисф мин Шабан. Шабанның ортаңғы күні 15-ші түнін күтуде мұстахаб болады дейді. ويكره الاجتماع على إحياء الليال من الليالي في المسجد. Сол жоғарыда аталған нелерді жаңағыдай күту, мешітте күту макрух болады деп келтірген екен дейді. Немесе мешіттен басқа жерде де. Өйткені пайғамбарымыз сахабалар істемеген деген сөз айтылады дейді. فأنكر أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة والفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهم قالوا كل ذلك بدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إحياء الليالي العيدتين جماعة. Демек, бұл түндерді жамағатпен күту не болып тұр? Жаңағыдай макрух болып тұр дейді. Жамағатпен күтілмеген бұл бұрынғы ізгілердің істеген емес, сүннет емес дейді. واختلف علماء الشام في صفة إحياء نصف شعبان من الشعبان على القولين. أحدهما أنه يستحب إحياءها بجماعات في المسجد طائفة من الأعيان التابعين. Ал енді Шағбанның ортасын күту жамағатпен ба, жамағатпен емес пе дегенде Шам ғалымдары екі көзқарас білдірген дейді. Демек, бұл түндерді адам өз жеке күткені, жеке күткені не болады? Мұстахаб болады, жамағатпен емес дейді. Алла Тағала естіген білгендерімізде амал етуді нәсіп етсін.